Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сәбидің қарын шашы туралы болмақ. Яғни қазақта қарын шашы алынбаған сәбидің қарғысы жібермейді деген сөз бар. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, қазақ тілді каналымды қолдап, тіркеліп, төменге лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Алда талай қызықты видеолар салатын боламын. Баланың шашын алу, сәбидің ана құрсағында жатқанда шыққан шашын қию, яғни алу. Жас нәрестенің ана құрсағында жатқанда өскен шашын қарын шаш деп атайды. Қарын шаш алу мерзімі ата-ананың ұстанған әдетіне қарай әртүрлі болады. Көптеген ата-аналар қарын шашты 1 жыл ішінде алады. Сәбиге мына 4 түрлі ырымды міндетті түрде жасаңыз. Ырым мен тыйымға соқыр сенім деп қарайтын қазақтың бірімін. Бірақ менің анам өте ырымшыл жан. Біздерге жасаған ырымдары еміс-еміс есімде. Ал қазір немерелерін дүниеге келе салысымен-ақ ырым-жырымдарын бастайды. Бұл кей келіндеріме ұнамай жататыны байқалады. Бірақ жасаған әрекетінің оң нәтиже беріп жүргенін көріп келемін, деді Сапар ағай. Бұл кісі әкемнің әскердегі досы. Ата-анамызбен қалың қарым-қатынаста. Құда боламыз деген серттері де бар еді. Бірақ Алланың бұйрығына қарсы келер пенде бар ма? Екеуінде де тек ұлдар. Сөз арасында немерелеріміздің басын қосамыз деп айтып қалады. Қандай жиын жасасақ та, әкем бірінші болып Сапар ағаға хабар береді. Аға да еш қарсылықсыз төрімізден табылады. Сондай басқосудың бірінде аға өте керемет әңгіменің ұшын шығарды. Мұны әсіресе бүгінгі жас ата-аналар білуі тиіс деген оймен қағаз бетіне түсірдім. Журналистер жарытып жатса да жарыққа шығарар. Шықпаса жанымдағылар арқылы жалпақ жұртқа жеткізермін. Ағаның айтуы бойынша жаңадан дүниеге келген сәбиге мынадай ырымдарды жасау керек екен. Бірінші, қарын шашты алу. Жарық дүние есігін ашқан сәбиді 40 күн күтіп баптайтын қазақпыз. Тіпті кейбір отбасылар 40 күн бойы сәби мен анасын ешкімге көрсетпей бір бөлмеден шығармайтын көрінеді. Ал 40-нан шығаратын кезде ұлды 40 күнге жеткізбей, ал қыз баланы 40 күннен асырады. Мұның да өзіндік құпиясы бар. Ұлды 40 күнге жеткізбеуі қалың малды аз береміз, ал қызды 40 күннен асыруы қалың малының көп болуы деп ырымдайды әжелеріміз. Мұны бәрі де біледі. Белгіленген күн келген кезде ауыл-аймақтың әжелері мен апалары жиналып, сәбиді 40-нан шығарады. Сол кезде тырнағын, шашын алады. Міне шашты алатын кезде көпті көрген әжелеріміз өте мұқият болады. Өйткені қарын шашынан бір тал қалса, сәбидің қарғысы жібермейді екен. Аузынан шыққан әрбір наласын Алла қабыл етеді дейді. Сондықтан да сәбидің қарын шашын тазалап алу керек. Екінші, қойға отырғызу. Естіген құлаққа ерсі әрі күлкілі, бірақ сәбиіңіздің тісі күріштей әппақ, майда әрі тегіс болуын қаласаңыз, еш ойланбай сәбиді қойдың үстіне бір отырғызып алыңыз. Әрине жаңадан туылған сәбидің отыра алмайтыны анық, бастысы ырымын жасап аласыз. Бірақ қойды да дұрыс таңдау маңызды. Отырғызатын қойдың тісін тексеріп алуды ұмытпаңыз. Үшінші, қалдық шай ішкізу. Анам үнемі әрқайсымыздан қалған кеседегі қалдық шайды бір кесеге жинап отырады. Сөйтеді де салқындаған кезде үстел жағалап жүрген немересіне ішкізеді. Сондағысы тілің тез шықсын деп ырымдайды екен. Ал қой сойылған кезде немесе жиын кезінде немересін жанына шақырып алып қойдың тілін жегізеді. Бұл да баланың тілінің тез әрі түсінікті болып шығуына септігін тигізеді екен. Енді келесі ырым аузына түкірту. Әділдікті ту еткен, іскер, еңбекқор кісілерге ырымдап немерелерінің аузына түкіртетін, таңдаған адамын ыңғайын тауып үйге қонаққа шақырады, дастархан жасап, тамақ асады. Баласының аузына түкіртіп, батасын алатын. Келген қонаққа арнайы сыйын ұсынып, ризашылығын алып шығарып салады. Егер аузына түкіріп беріңіз деп айту түгілі, төбесін көрсетуге қаймығатын қайнағалар болса, отырған орындарына аунатып алатын. Бұрынғы келіндер қайнағалары тұрмақ, қайныларының көзіне тіке қарамаған ғой. Біздің шешелеріміз үшін қайнағаның айтқаны заң болатын. Ал бүгінде келіндеріміз қайнаға, қайныны тұрмақ,
қайын аталарымен бірге отырып теледидардан сериал қарайды, интернеттегі жаңалықтарды талқылайды. Міне осы ырымдардың бәрін анам біздің ұл-қыздарымызға жасаған. Әсіресе қойға отырғызу, аузына түкірту, қалдық шай ішкізу дегенді естігенде келіндері түгілі біздер де жиырылып қалатын едік. Аллаға сансыз шүкір, соның оң нәтижесін көріп келемін, деді Сапар аға. Әрине бұл ырымдар әр аймақта әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ырымның шығу түбі де тегін болмайтынын ескерсек, әсіресе сәбидің қарын шашын алу туралы айтқаны маған әжептәуір ой салды. Жазып алған асыл арман. Мәлімет интернет желісінен алынды. Қадірлі оқырмандар, видео ұнаған болса, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.